Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылындағы Бекенбай Қосынов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Мен Кутулова Эльмира, 19 қызы. Ұлан ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен Алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгәрәкей, кімдегім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзен тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанды қиып түсер қылышпыз. Жоғар шапқыншылығы қазақ жеріне келген үлкен зұлмат болды. Қаншама соғыстар, қаншама кескілескен шайқастар болды. Осы шайқастардың ішінде ең біздің ойымызға келетін Аңырақай шайқасы. Аңырақай шайқасы 1729 жыл, кейбір деректерде 1730 жылы болған. Бұл соғыста қазақтың бүкіл 300-і бір тудың астына жиналып, хандар алауыз билер бір жерге жиналып, иық тіресе соғысты. Ильяс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы шығарма желісіне түсірілген фильм. Ол әлем сахнасында жарық көрген кинокартина. Шығармада қазақ халқы, оның тыныс тіршілігі, 18 ғасырдағы халқымыздың мемлекеттік санасының қалыптасуы кезіндегі нақтылы тарихи оқиғалар шебер берілген. Автор Абылай хан, Төле би, Әбілқайыр хан туралы толық ақпарат берген. Шығарманы оқу барысында оқушылар олардың ерліктері мен қиындықтары кезіндегі мықты мінездерінен үлгі